қадірлі бауырлар, мынау қасиетті қоныс құтты мекен баршаңызға ата жұрттың сәлемін алып келіп отырмыз. Сонау өткен қойнауынан басталғанда, сапар басталғанда осы бар. Біз де сол сіздерменен осы Түркияны жайлап отырған, негізгі тұтқасы болып отырған елмен біз де бірге қозғалғанбыз. Сырдың бойында Селжұқ сұлтанның түсінде жүрегінен өсіп шыққан үш бұтақтан біз де қаралғанбыз. Сөйтіп түркінің алып тарапына айналғанбыз. Кешегі қия халықтың баласы Сүлеймен Шах, Ертоғырылдың әкесі, Осман Ғазидің атасы Сүлеймен Шах қия халықтың туған жерден болғанмен, олар қазіргі Қазақстанның батысы Маңғыстау деген жерде қоныстанған. Қайы тайпасының көптеген қоныстары осы уақытқа дейін арқы сақталған. Қойтастар, құлпытастар, таңбалары сақталған. Бір қандай Маңғыстаудың өзінде Қайы есімімен екі жер атырап, біреуі Белгілі Қайы деген менің туған жерім Кіндік хан тұрған жер. Ол сол Қайы бектерінің тұрған қонысы. Мен өзім сол Сүлеймен Шахтың сол жерде туғанына өзім күмәнданбаймын. Себебі түгел құлпытас қойтастары сол жерде жатыр. Миссия бар еді. Біздің ұлы түркілік миссиямыз бар еді. Осылар күн түбіне жортып кеткен бабалардың жүрегінде ұлы арман бар еді. Ол қасиетті Түркістанда жатқан Әзірет Сұлтан бабамыздың, ақ пайғамбарымыздың ақ ілімі, Әзірет Сұлтан бабамыздың ілімін күн түбіне жеткізу, дүниеге жаю, сөйтіп ақ-жойып Құдайға ғашықтық, махаббат ілімін тарату еді ол бабалардың бойында барған. Уәли Бекташ бабамыз осы топыраққа келіп ілімнің дәрін айтты. Одан кейін Таптық Әміре әулие, одан кейін Жүніс Әміре әулие сияқты сандаған адамзаттың көкірегін көгерткен, жүрегін гүлдеткен ұлы абыз әулиелер осы топырақта ілім жайды. Қазір тарихты қарап отырсақ, бірде-бір империя 300 жылдан асып өмір сүре алмаған. Бірақ Осман империясы аталатын әдебиетте, тарихта осы 6 ғасырдың үстінде өмір сүрген бірден-бір мемлекет болып табылатын қағанат болды. Tarihimize bakarsak, tarih boyunca hiçbir imparatorluk 3 asırdan, 300 seneden daha uzun sürmemiştir. Belki tarihimizde Osmanlı İmparatorluğu 6 asırdan, yani 600 yıldan daha çok bir ömre sahip olmuştur. Түркістан топырағындағы ұлы бабамыздың ілімінің қуаты деп есептеймін мен бұл мемлекетті. Соншама ұзақ өмір сүргізген және күллі дүниенің есін жиғызған, беделін жатқызған, құдіретті күшке ие қылған сол ұлы ілімнің әсері деп есептеймін, тікелей қуаты деп.